Қайырлы күн достар, сіздермен бірге толқын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер үй жағдайында крылышки KFC дайындайтын боламыз. Біздерге тауықтың аяқтары бөлшектерге бөліп, үстіне дәміне қарай тұз себеміз, панировочный сухари для крылышек себеміз және 15 грамм куркума себеміз. Бәрін жақсылап араластырып, жарты стақан су құямыз. Мына жерде менің су құйғаным түспей қалған екен. Су құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 6-7 сағатқа қойып қоямыз. Асықпасаңыздар, бір күнге холодильникке салып қоюға болады. Енді дайын болған крылышкілерімізді маринованный бірінші ұнға батырамыз. Әбден араластырып ұнға, сосын суға батырып аламыз және қайтып ұнға батырамыз. Сөйтіп әбден араластырып, үстіп бәрін дайындап аламыз. Майды қыздырып қоямыз. Бірінші қатты қыздырып алып, сосын жай отқа басамыз. Жай болғанда орташалы отқа басып қоямыз және 5-6 штуктан салып, жаймен қуырып аламыз. Жақсылап араластырып 10 минуттай қуырамыз. Біздің крылышкілеріміз дайын болып қалды. Сіздерге рецепті ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып, қытырлақ болып, іші толықтай пісіп, әдемі болып шығады. Және каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің крылышкілеріміз дайын. Ас болсын қыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер.